ұлы жүздің ұлылары. Сіздерге Абай облысының Жарма ауданынан осы видеоны түсіргелі отырмын. 2013 жылы ұлы жүзден Шақшам руынан белгісіз біреулер келіп, біздің Абай атамыз жатқан, Абай атамыздың съез ашқан, Абай атамыздың ізі қалған, ол жер негізінде біздің Құттыбай кедейлердің қорымы жатыр. Сол жерде 30 шақты кісілер сол жерде мәңгілік мекенінде жатыр. Сол жерге келіп, Шақшам руынан белгісіз біреулер келіп, үлкен көлемде біздің баба Байдыл деген біреуге 5 тонналық мәрмәр тастан ескерткіш қойған. Біз бұны біліп, бірталай жерлерге зерттеу жұмыстарын жасап, жоғарғы бір институттарға жазып, бұл Байдыл деген қайдан келді бұл жерге дегенді зерттесек, Байдылды жазады, Байдылды қаған дейді. Байдыл 5-6 ғасырларда өмір сүрді деп, мына жерде туған жылдарын өзі жазып, олар көрсетеді. Бірақ қазақтың тарихында қаған деген болмаған. Қазақта хандар ғана болған. Ол түрік қағандығы болған. Түрік қағанаты болған. Біз енді Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтына жазып, осы баба деп айтқан, Байдыл деген қаған деп көрсеткен, о қаған осы жерде шынында да жерленген бе, жерленбеген деп біз сұрау салғанда, о қаған 560 жылы туып, 631 жылы өлген деп жазған ескерткіште. Бірақ институттың зерттеуіне қарағанда 631 жылы жалғыз ғана қаған өлген, түрік қағаны. Ол Қытай жерінде жатыр. Бірталай зерттеуді өзімде жеке басым жүргізіп, мынау қазақ шежіресін тауып алып, бұл менің өзі жеке кітабым болған. Зайыр Сәдібеков деген міне ағамыздың шежіре кітабы. Ол кісі Шымкент қаласында тұрып қызмет жасаған, өмірінің 50 жылын осы шежіреге жазуға арнаған, айналысқан, қызмет жасай жүріп, сонда мен бұл Байдылдың кім екенін таптым. Бұл осы құлыптасты қойған, осы Бекбау Шырынтай Төртбайұлы деген, одан кейін Тұрсынов Дінмұхамед Шымкенттікпін дейді, Әділ Үсенов деген бар. Сол кісілер осы құлыптасты қойған. Біз осы Шақшам руының азаматтарымыз, біз осы Байдылдың ұрпағымыз деп. Мен енді Байдылдың шын кім екенін айтқым келеді. Ол ешқандай да қаған болмаған. Байдыл бір жаугершілікте үйсін елі қалмақтарымен шабысып қайтқанда, қалмақтың азамат болып қалған бір баласын қолға түсіріп алып келіп, Қараш биге тарту еткен. Оның атын Қараш Байдыл деп қойып, өзіне балағып асыраған. Бұл Байдыбектің заманы, Байдыбектің ағасы болсын деп, Байдыбекке аға атандырған. Содан Шақшам туған дейді. Бұл ешқандай да қаған емес. Бұл қалмақтың баласы. Мына Бекбау Шырынтай, мынау Тұрсынов Дінмұхамед, Әділ Үсенқұлов дегендерін тегінде арғыз аты қалмақ. Бұл ешқандай да қазақ емес. Сол қалмақтың тұқымдары. Бұлар енді арам пиғылменен осы Қарамола жерін неге таңдап отыр? Қарамола атақты жер, киелі жер. Ол өйткені ол жерде Абай табаны тиген, кезінде съез ашқан. Сондықтан бұлардың қолдарында ешқандай ғылыми дәйектеме, дерек жоқ. Біздің қолымызда осындай деректері бар. Ұлы жүздің ұлылары, сіздерге айтқым келеді. Осындай араларында жүрген арам пиғылды, бұлардың аттарын тағы да атағым келеді. Өзі, анау Тұрсынов Дінмұхамед Шымкенттікпін дейді ғой, мына Зайыр Сәдібеков ағамыз да осы Шымкент қаласында. Бұл кітап 60 мың тиражбен шыққан екен. Бұл кітап талайдың үйінде бар болу керек. Оқыңыздар. Байдыл кезінде Байдыбектің 3 әйелі Домалақ ене дейміз, Домалақ анамыздың қарғысын алған. Ендеше сендер өсіп өліп тұрған түктерің жоқ. Сендердің де арам пиғылдарың бар екен, мына қалмақтың тұқымдары. Енді мен сұрайтыным, ұлы жүздің ұлылары сіздерден, осы мына қалмақтарды жөнге салып, қалмақтың тұқымын, осы аталған азаматтарды, мына ескерткішті, қойып қойған тасты, ешқандай заңсыз, ешқандай дәлелсіз, ешқандай ғылыми дәлел жоқ,
қойып қойған, бізге айтпай, біздің сыртымыздан апарып ұрланып қойған. Ол кезде Шар қаласында ақсақалдар алқасы болған, көзі көрнекті ақсақалдар болған. Біздің осы шежірені жазып қалдырған ағамыз, Қиуаш ағамыз, Кенжебаев дегеннің көзі тірі болған. Ол кісі де бұны білмей қалды. Әйтпесе бұны біз қойғызбас едік бәріміз. Біз кейіннен біліп қалдық. Уақыт салып бірақ бардық қой. Енді бұл өзі бір әр нәрсеге байланысты. Енді мына құлпытастарын ың-шыңсыз бізге ат-тон айыбын төлеп, қателерін түсініп, мына құлпытасты алып кетсін. Алғылары келмейді екен, біз бұны әлі жоғары жақтарға жазамыз. Президентіміздің де осы 2023 жылы 13 мартта сөйлеген сөзінде, кеңесінде осы ескерткіштер жайында өте қатты айтты. Ол кісінің бәрі жазулары бізде бар. Екіншіден, тағы бір осы жерде айтқым келеді. Бекбауов Шырынтай деген осы істі бастап жүрген менің сіңілім Мейіргүл Қиуашқызын аудиозапись жасап, аудиозапись жіберіп, қорқытып, оның бала шағасын айтып, соған тиісетінін айтып, оның қандай қақысы бар? Бекбауов Шырынтай, мен саған айтқым келеді, сенің қатын балаңда біздің жұмысымыз жоқ, сен неге біздің жеке басымызға өтесің? Екіншіден, былтыр бізге жазбаша жауап келген. Мына жерде ол мынау Шымкенттік Тұрсынов Дінмұхамед Дәуленұлы дейді, меркілік ақын Әділ Сөніп дейді, бізге былтыр жазбаша жауап бергенде бұлай деп өздері жазады. Мына жерде Аягөз Үржар Шұбартау тарабында ел көшін бастап жүріп, Найман елінің көшін бастап жүріп, 80-ден асқан жасында Қарақол өзенінің бойында дүниеден өтті дейді. Бұл Байдылды. Сонда бұл Байдылдан қай жақта өлген өзі? Сендер неге қазақтың тарихын неге кішкене оқымайсыңдар? Өтірікті айтқанның жөні сол екен деп, оңды солды өтірікті айта беріңдер, айта бермеңдер. Мына Құлпытаста 71 жаста өлген дейді, анада 80 жаста. Сонда мына Байдылдары қайда өлген? Мынау Шырынтай дегеннің, Бекбауов Шырынтай дегеннің былтырғы жіберген аудиозаписында айтады, ол Құлжа жағында соғысып жүріп, сол жақта өлген дейді. Сонда өзі мына Байдылдары қай жерде өлген? Екіншіден, тағы бір айта кететінім былтырғы бір жауапта мына Шымкенттік Тұрсынов пенен Әділ Үсенқұлов деген жауабында белгісіз біреулер Құттыбай Керей ұрпақтарының атын жамылып деп бізді кемсітіп сөйлейді. Біздің жеке басымызға өтуге, бізді кемсітуге, сендерге құқықты кім берді? Сендердің қандай қақыларың бар? Сендерді бүкіл Қазақстанға қазір мен қалмақтан қалған тұқым деп айтып отырмын. Сол сендерге ұнай ма? Мен 70 жастағы кемпірмін. Мен осы бір елдің анасымын. Аруақ қонған, қасиет дарыған, қарғысым қалт етпей атып түсіретін кемпірдің бірімін. Ана бір кезде Байдыл деген бабаларың домалағанның қарғысын арқалаған. Сендер менің де қарғысымды арқалап жүрмеңдер. Сондықтан ақылға келіп, мына құлпытастарыңды алып кетіңдер. Ұлы жүздің ұлылары, сіздерден сұрайтынымыз, ұлы жүзбіз дейсіңдер, ұлылықтарыңды көрсетіңдер. Мынандай орталарында жүрген арам пиғылды, арамза ойлы, атақ құмарларды жөнге салып, мына құлпытасын алып кетуге ақыл қосыңыздар. Менің аты жөнім Қапарова Мейрамгүл. Мен осы Құттыбай Керейдің бір қызымын, осы Шар өңірінде тұрамын. Бітті.